Келісіп алайын деп отырмын. Сондықтан мен ойлаймын, біріміздің сөзімізді біріміз қайталағаннан одан бірдеңе шығып жатса мен көрер едім. Бірақ негізі жөні бар, жобасы бар, бірақ дегенмен шектеу қоя алмаймын. Бірақ өкінішке орай уақыт деген зымырайды да өтеді де шығады. Жаңа ғана сағат 6 болған, қазір қараңыздар 7-тен кетіп барады. Сәлден кейін 10 болады, одан кейін 12. Бүгін 70, ертең 80, арғы күн 90, оның арғы күн 100 болады. Кеше жаз болса, бүгін күз болады. Сол сияқты өмір деген дастархандағы отырыста дәл солай өтіп кетеді. Сондықтан мүмкін болатын болса, осы сөзге тоқтаған халықтың баласымыз, бір ауыз сөзбен елмен елді елдестірген, бір ауыз сөзбен ағайын мен ағайынның арасын жақындастырған, бір ауыз сөзбен қажет болған жағдайда дауды да тоқтата білген халық. Сондықтан сөзге тоқтағанымыз дұрыс шығар. Енді бағана айтып кеттім ғой, бүгін осында ағамыздың ең етене жақын деген бауырлары, туыстары, ағайындар отыр. Енді біздің Түлкібас ауданынан шыққан осында Абай және балықшының рыбалка атындағы мектеп еді ол кезде де Орек аға? Иә, сол рыбалка атындағы мектепті бітірген. Бүгінде енді бұл кісілердің барлығы да беделді еліміздің азаматтары, бірі дәрігер болса, бірі құрылысшы, бірі инженер, енді бірі тағы экономист, енді бірі басқасын айтпағанда, бұл кісілердің барлығы да доктор, профессор, академик деп айтуға болады. Өйткені бүгінгі атқарып жүрген шаруалары, ел үшін жасап жатқан игі істерінің барлығы ел аузында. Осында Сейсенбек ағамыз, Рая апайымызбенен, Андас ағамыз, Тұрсын ағамыз, Алдияр ағамыз, Нұрманкүл апамыз, Тұрсынбек ағамыз, Аманкүл апамыз, Аманғали аға, Болат аға, Айнаш, Нияз, Жібек, Абиба, Еркінбек, Әлшер, Маруан және Пралиев Рахман ағамыз. Енді Рахман ағам туралы айтып кету керек. Мына ғылым академиясының академигі, енді барлығы академик ағалар. Менен басқасын бәрі академик Түлкібастан шыққан. Мен ғана тамада. Қол соғып қойсаңыздар, ортаға сол ағаларды шақырайық. Жалпы тыдан басталатын нәрсенің бәрі жақсы. Оразбек көке. Жақсы ма? Жаңасын алып тастаңыздар да талап, жақсы ма? Жақсы. Ал ағалар, сөз сіздерде. Құрметті қонақтар, бүгін енді үлкен мереке, үлкен мереке Орекеңнің 70 жылдығын тойлап отырмыз. Орекен туралы көп айтуға болады, көп айтылып та жатыр. Барлығы бәріміз осы отырғанда кезінде бір мектепте оқып, бір мектепті бітірген, мен 1 жыл, 2 жыл бұрын бітірген шығар. Ореген 2 жыл кейін бітірген. Қысқасы айтайын, сондықтан мен өзім медикпін, врачпын, врач ретінде Орекеңге денсаулық тілеймін. 70 жыл жас деп айтуға болмайды, әлде өмір алда қалай нәрсе жасауға болады, қалай пландарды орындауға болады. Сондықтан сол пландардың бәрін орындау үшін бірінші денсаулық керек. Ореке, сіздің сіздің семьяңызға, бала-шағаларыңызға, барлық отырғандарға үлкен денсаулық тілеймін. Денсаулық болса, барлық алдағы жаңағы пландардың бәрі орындала берсін деп тілек етемін. Ағайын көпшілік, Орекең бізден кейін бітірген мектепті. Ал Ореке жақсылық көп айтып жатыр. Отбасында жақсылық болсын, отбасына Алланың нұры жаусын. Осындай амандықта кездесе берейік. Ореке енді өте жақсы жылы сөздер, керемет сөздер айтылды. Лайым періштен құлағына шалынсын. Менің айтайын деп отырғаным, Орекеңмен біз мектепте бірге оқығанбыз, осында университетте бірге оқыдық. Орекең 70 жасқа менің ойымша бағынбайды, ірі жігіттердің біреуі. Өз кезінде жеке университет ашты, 100-деген шәкірттері бар, студенттерді дайындады. Сонымен қатар 100-деген адамдарға жұмыс тауып берді. Бұл онша жігіттің қолынан келмейді. Ал Ореке, саған айтатыным, лайым әр уақытта осындай қуанышты, бақытта, осындай ақ дастарханның үстінде кездесе берейік. Құрметті қалайық, сәл осында бір айтайын, өйткені Орекеңді кісілер кейін кезде, азамат болған кезде танысы осылар. Мен 7 жасымнан мектепке бармай тұрып, балық жарып, ауылда
бірге өстік, ешектің үстінде жүріп өстік. Арыстың суында шомылдық, жүзе алмайтын, оны жүзге үйреткен мен едім. Үйретпеген мені. Менің бар өмір кетті ғой, өмір сонда жастар осылай боламыз да қасиетті етеміз деген ойда болған жоқ, бірақ өмірге деген құлшынысымыз, өмірге деген тәртіпті сүйіспеншілігіміз сондай неміз болды, ниетіміз болды, сол ниетке жеттік. Мінекей Орекең Құдай тума деп айтамыз. Алдын қатарлы бір оқысып, бірге жүрсек те алдын қатарлы математик болды, алдын қатарлы азамат болды. Енді жер ректор болды, ректордың орнында барлығы болды ғой, бәрін айтпастар көрмасындар. Мен айтатыным Ореке, мынау осы жүрісің, осы тұрысың еш оқтай жоғалмасын. Любовь начинается с 70 лет дейді ғой. 70 лет начинается, это любовь твой счастье. 7 жастан любовь демек, әлі любовь. Сондықтан айналайын жаңағы кең түсінген кеңі құтты болсын. Енді айтам, шын жүректен құттықтаймын. Менің сау болып осындай азамат болып, елді қатарлы асылып алдында жүре бер. Енді осы келген жігіттер адамның бәрі сол жерден келген шығар деп ойлаймын. Сол екі бәрі өттірсін. Әбеке, мына енді сізге жақсы Таныстырмайыпты енді. жоқ, саған таныстырмаймын, неге таныстырайын да? Әбеке жақсы. Ореке жақсы құда тауып өзіме құда деді, одан қаяға тауып беріп өзің. Ойдың қайтпай Туған туыстарым, Ореке, Ерке, сіздерді бүгін мынау юбилейімізбен құттықтаймын. Үлкен денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін, барлық қызықшылықты бірге көре беріңіз. Ал енді мен бүгін айтқан едім, мына мереке тек қана Ораз бенен Еркенің мерекесі емес, менше бүткіл қазақтың мерекесі. Өйткені Орекең қазақтың экономикасын үлкен деңгейге жеткізді. Экономика деген ол әр қайсымыздың кошелегіміз, күнделікті өмір көретін. Сондықтан мен бүгін өте қуаныштымын. Ал Ореке, Ерке туған той жыл сайын өте берсін, 100 жылға дейін өте берсін. Өмір деген көк өзен тоқтамастан кеше берді. Ал енді құрметті қалайық, мынау Орекең екеуміз өзі ит жігіспен келе жатқан қазақтың баласымыз, бір ауылда өскен. Мен көке деуші еді, мен бұл өзі көке болып бүгін 70-ге келіп отыр. Айналайын Оразбек, жаңағы айналайын дейтін себебім 6 айлық үлкендігім бар. Міне елдің алдында өзінің еңбегінің, халқының сыйлайтынын жеттің барлығы айтып жатыр. Мынау менің қасымда отырған кілең, сенің бір класста бірге оқыған достарым, баяғыда осы Алматыға келгенде біздің ауылдан бір-екі ғана кандидат бар еді. Құдайға шүкір, мынау Қалдыбайдың 2 баласынан 2 академик бар, соған шүкірлеу керек. Ар жағы өсіп өне беріңдер, ұзақ ғұмыр тілеймін, тек бақытты өмірсіп, тайдай темсіп, арнап жалғасуын сөйлеймін. Орекеңнен мен саған лично өзім үлкен бақыт тілеймін. Дені сау болсын әбақта, бала шағаның рәтін көріп, немер өсіріп, шөбір өсіріп, соған өзі былық болып, екі ортасында шал болып жүре берді. Ореке, осы күнің ары қарай қартаймасын, өмір жасыңыз ақ болсын. Енді мектепте оқығалы бері 55 жыл өтіп кетіпті. 55 жылдың төңірегінде 52 жылдар оқыдық қой бірге. Содан бері әжептәуір уақыт өтіпті. Енді
ол кешегі бүгінгі күндей болып енді шапқылай бер, осындай жиындар көбейе берсін. Мына қыздарың, қыз балаларының немерелерің өсе берсін, ары қарай жолыңды қуа берсін, барлық жақсылық өз бойыңда болсын. Мен мына шетелден келіп отырмын, алыс жерден. Мен Оразбен бірге оқығам, бірақ бір жағынан жеңгесі боламын. Сол үшін жаңа туысқандарға қосып шақыратын жөнім бар еді, сол үшін кішкене өкпелеп қалдым. Туысқандар көп қосып шақырады. Онда бөлек тағы шақырасың. Енді Ораз оқып жүргенде де алтындай бала еді, қазір де алтындай бала болып тұр, әлем үйге барған. Сонда мен Ошан келді деп балаларыма болмайды, жоқ Ошан келді деп ауыстырдым. Жап-жас болып тұрсың, әйеліңе сай етесің, молодец. Сондай болып жүре берді, жастығыңды сақтап. Жасың ұзақ болсын, 70-ке жасың тағы 70 жас болсын, қыздарының, немерелерің, шөберелерің қызығын көр. Бізге жаңа айтып кеттім, Қырғызстанға, пожалуйста, одноклассники в гости приезжайте. Мен көп сөйлемейін, бір ақан қозып, жетістігі жақындағанда ақындық шабық пайда болуына бөлім жаздыңыз көп қосылайын. Өреке құтты болсын мерейтойың, шаттықта өте берсін жиын ойын. Бұл тойға еткен де бар, жетпеген бар, әрдайым орындалсын мақсат ойын. Ғылым, білім, еңбекті серік қылдың, ағайын жолдас сенімін ақтай білдің. Сабыр түбі саралтын деген сөз бар, сыйлады Алла саған бақтық. Білемін Орекеңді бала шақтан, оқыдық бір класста 15 жастан. Қаздығын жолдастықтың терең қағып, өтіп бірге келеміз ашулардан. Бойында Орекеңнің мол қасиет, болатын көп жастарға жақсы өсиет. Халыққа, елге жұртқа бәрі мәлім, жыр етіп айтып берем болса қажет. Ашық болсын аспаның, қашық болса дұшпаның. Әрқашанда досыңа жайлы тұрсын құшағың. Қуанышты күндер көп болсын, арта берсін мерейін. Алдағы үлкен тойларда демеу беріп жүрейін. Болған шығармыз, енді естелікке сөйлемге түсіңіздер. Сосын дастарханға барып елу грамнан ішіңіздер. Басқа не айтамыз енді? Бәрі академик, бәрі профессор, осыларға ештеңе айта алмайсыз. Дегенмен сіздердің еңбектеріңіздің жемісімен жеңісінің қызығын еліңіз, халқыңыз көрсін. Сіздердің құрметтеріңізге мен Гүлмира Ақырбекованы қайта сахнаға шақырғым келеді. Гүлмира бір көңілдірек әуендерден айтшы. Бір билейді. Only
оқысаңыздар, сондағы мақаланың авторы қол соғып қойсаңыздар, артық қалмайды деп ойлаймын. Еліміздің сыйлы құрметті азаматы бүгінде Анар апаймен бірге осы тойдың сән салтанатына келіп отыр. Байзақов Сайлау ағамыз, экономика ғылымдарының докторы, академик ағамыз Орекеңнің ғылым жолында көптеген еңбек жасауына септігін тигізген азамат. Осында Мақыш апаймен бірге осы тойдың сән салтанатын өткізіп отыр. Өмір болғаннан кейін бүгін барымыз, ертең кім біледі оның қалай боларын. Осылайша Паниден өтіп кеткен Жамбыл Қаппаров ағамыздың досының жұбайы бүгінде осы Фая апайымыз бізбен бірге осы қуанышты бөлісіп отыр. Фая апай, сізге рахмет айтқымыз келеді. Бүгінгі той дастарханында отырған ағамыздың достары, ғылым докторлары, профессор, кандидаттар Оспанов Серік ағамыз жұбайы Шолпанмен, Шаңқабаев Бақытжан ағамыз жұбайы Айсұлу апаймен, 5 жыл бірге оқыған студенттік достары жұбайларымен осында Самиден, Камиля, Күләш, Бикен, Шөкен, Боран, Сәбитбай, Салтанат. Дұрыс айттым ба? Неге қол соғып қоймайсыздар? Қабыл алыңыздар, қарсы алыңыздар. Осы есімдер отырған аға апаларымды мен ортаға шығармын. Seni 70'e geldiğinde şapan giygizip şalgılıp atkan biz emesiz. Şapanı da alıp gelgen yok bizge şal olmaya koysun dedi. Ötken senin ardında tağ dostlarımdın, erten o da şal olup kalın mümkün. Alendim ben biz bugünkü Oraz'ın toyu osunda Aycan'a ata aytılgan, ata atalgan azamatlardan onun içinde Saylау Байзақовичтің менің де ортамыздан ерте кетіп қалған Жамбылдың Қарабек деген досымыз денсаулығы болмай мұнда келе алмай жатыр. Серік бар, Бақытжан бар. Біз эконом-математика ғылымының бір саласын осында бастаған азаматтармыз. Сондықтан Ораздың тойы біздің профессионалдық тойымыз деп есептеуге болады. Біз сол үшін келіп отырмыз қуанып. Екіншіден ата аталған азаматтар сол қиын кездерде осындай ғылыми жолға түскен кездерде бірімізді біріміз қоштап 5 азамат Байназар деген рудың 5 баласы сияқты болып өскенбіз. Сондықтан бәріміз қатар бір-біріміз қалмастан осы ең алдымен Сайлау Байзақович бастап қалғанымыз аяқтадық. Сөйтіп осы бір қиын жолда бірге өсіп, бірге жүргенбіз. Оның ішінде Ораз екеуміздің руководителіміз бір Ремиханов Петухов деген бүгін енді
екеуміздің ерекшелігіміз. Сондықтан бар азаматтардың атынан осында бәрі сөйлей бермес. Ораз, бүгін туған күн құтты болсын. Мынау бала-шағаның, немерелерінің, шөберелерінің бәрін рахатын көр, қызығын көр. Қолың талмасын, қаламың мүжілмесін. 70-ге келдім деп жасма. 90-ға дейін экономика матметінің тәсілін ары қарап жылыстып жүре бер, балаларды үйрете бер. Ал енді мен саған бір рахмет айтқым келіп тұр. Мынау 93 жылы ұлттық ақшаны енгізу туралы үкіметпен де, парламентпен де осы жекелей қарсы күресіп, бәріне төзіп, осы деңгейге үлесімді қосып едім. Бірақ содан бері осы ештеме көрген жоқпын. Сонда қарсы болғандардың барлығы бүгінде тойлайды да, мен соны тойлай алмай қаламын. Сондықтан бүгін сенің тойында меніңше Әнуардың зарплатасынан осында жұмсалған болу керек. Ұлттық банкының ақшасынан шамалы ортақ болған ішіп жегенімге қуанып отырмын. Осында отырған ағайындар, әсіресе Түлкібастан келіп отырған біздің аға жеңгелеріміз осында арамызда жоқ. Ерекең сол кісіні еске ала отырып, біздің отанымыз, ауылымыз, еліміз аман болсын деп, осындай бізді дәрежеге жеткізген, тәрбиелеген, мектепте оқытқан, одан кейін жоғарғы оқу орындарында оқытқан ағайындарымыз мінекей жаңа осыдан маған дейін біреулер айтып жатыр. Біздің қатарымыз бір өскен қатар болды. Ол жастайынан бізді тәрбиелеген мектептің арқасы, жоғарғы оқу орнында істеген біздің үлкен ағаларымыздың, педагогтарымыздың арқасы. Мен солардың барлығына осында отырған азаматтарға түрегеп тұрып, осындай азамат тәрбиелеген, мына осында тұрған азаматтардың әрқайсысы, жасы да, кәрісі де, әйелі де, жігіттері де, барлығы да сол мектептің, сол жоғарғы оқу орындарының, сол жаңа табиғаттың, туған жеріміздің, Түлкібастың, Аралдың арыстан сенің туған жерің, анау Тайпақтың сенің туған жерің, анау Қызылорда облыстарының, Торғай облыстарының соның жемісі осындай дәрежеде отырған. Біздің жаңағыдай біреуміз академик деп жатырмыз, біреуміз осында біреулер айтып жатыр, академик профессор деген нағыз Ругалиннің ең жаман түрі деп. Бірақ біз әлде академик болуға қажымаймыз, әлде де қызмет іздейміз деп ойлаймыз. Орекеңді сондай жаққа шақырамын. Рахмет тыңдағандарыңыз. Мен қысқа сөйлем. Құрметті қалайық, мына біздің Орекең жан-жақты тұлға. Мына біз 50 жыл бірге келе жатырмыз. Бұл бір жағынан математик, екінші жағынан экономист, үшінші жағынан информационный технология. Бұны Орекең 40 жыл бойы басталған. Өзі өмірдің қазір саясатты жаңаға негізіп жатыр. Соның тағы бір ерекшелігі, Орекең біздің көршіміз, әрі үлкен шахматист. Өзі өмірге шахматист сияқты қалайды. Тағдырменен шахмат арқылы ойнайды, өйткені дебютін жақсы өтті, мектеп шпилін жақсы өтті, енді ең шпиліні Орекең жақсы көрсеткіштемеді. Позициясы да жақсы, жан-жағы жақсы. Мен Орекеңнің біз жаңа ерке дейміз, ерке деген замандасымыз бар, сол екеуіне әрқылы жақты білсіңдер. Оның үстіне шахмат ойнап жақсы, жалғастырайық. Асықпай тез-тез енді. Ал енді мына Ораздың туысқандары, құда жекжаттары, бірге жұмыстас болған достары, біздер енді 40 жыл бойы, 40 жыл ұндасып бара жатыр, бізге бірге барлық жастық шақтың бәрін бірге өткіздік, қиыншылық пенен жақсылықтың бәрін. Енді бұл жерде маған енді сөйледіп жатыр,
жерде айтпай кетуге болмайды. Ораз өте бақытты адам. Осындай алтындай 3 қызы бар. Оның күйеулері. Күйеу балаларды қазір өздеріміздің балаларымыз сияқты болып кеткен. Ол күйеу бала деп бөлуге болмайды. Сондықтан бұл жерде енді айтады ғой үлкендер. Өліні айтпай, тілін берекет қылмайды деп. Енді бұл жерде біз Салияның 40 жылдар деп болғаннан кейін, ол кісімен бірге подруга болғаннан кейін, біз оны атын айтпай кетуге болмайды, конечно. Бұл тойда айтылмас, айтпағанда да болар еді, бірақ енді біз үшін өте ол кісінің орны бөлек. Сондықтан ол кісіде бір арманы бар еді. Оразда ұл жоқ қой дейтін. Біз айтатынбыз, 3 қыз 6 ұлға тұрады. Неге соншама сен қиналасың дейтіміз. Міне Ораз, сіз бүгін бақыттысыз. Осындай дәрежеге жеткізген қыздарыңыз бен ұлдарыңызға көп рахмет. Біз бұл балдарды кішкентай кезінен білеміз. Туғаннан бастап өзіміздің қолымызда, көзіміз алдында өскен балдар ғой үшеуінде. Мінекей балдарға тілейтінім, вот қыздарыңызға Ораз. Сіз уже тойыңызды тойлап, жасарыңызды жасап, жеріңізді жеп, бәрін бітіріп келе жатсыз. Енді қалған өмірді Құдайдың өзі біледі. Мен қыздарға, күйеу балдарға айтатыным, айналайын бақытты болыңдар. Әр уақытта жаманшылық болмасын. Күйеулеріңізбен қол ұстасып, бала шағаларының біз құсап ата әже болып, немере сүйіп, шөбере сүйіндір. Тек қана денсаулық тілеймін балдарға. Әр уақытта бақытты болсын балдар. Ораз саған енді шөбере сүй. 1956 жылы Каспийдің физика-математика факультетіне келіп түстік. Содан бері енді жарты ғасырдан артық уақыт өтті. Оразбен осы бірге оқыған жолдастарымыз, осы қатар тұрған бәрі бірге оқыған жолдастарымыз, бірге жақсылықта, қиындықта бірге келеміз. Ораздың айтылмаған сырлары көп. Ораз бірінші оқуға түскенде Банлыққының чемпионы болып күрестен мойнына алқа тағып келді. Кейін біз бірге күреске қатыстық. Бұл Матушак дегеннің оқушысы болды. Шахматта жаңа Серік айтты ғой. Бәрімізді осы педагогпыз, бір-бірімізді жақсы танимыз. Лентал деген гроссмейстер Алматыға келгенде сонымен тең ойын жасаған осы Ораз. Ал енді математикаға берілгендігі соншалық әдебиет жағын жақсы көрмейтін. Томас Гарди дегеннің романын алып 5 бетін 7 ай оқыған. Ал енді Ораз қалжыққа да жақсы. Мен 4-ші ма 5-ші курста жүргенде Сәбидин деген жігіттің класстас қыздың суретін алып, менің үйіме салып жіберіпті. Мынау болашақ келіндерің деп. Ауылға барсам, қарындасым мырс-мырс күліп, "Ол не болды десем, жаңағы суретті көрсетеді." Міне, осындай қалжыңы бар жақсы жігіт. Ал енді қоғамдағы істеген істерін, математикадағы жеткен табыстарын бәрін өздеріңіз естіп отырсыздар, жақсы білесіздер. Мен Ораздың отбасына, немересілеріне, балаларына жақсылық тілеймін. Өмірі ұзақ болсын, ойнап күліп, қатарымен халықтың алдында жүре берсін. Бұның туғандарын, оқытқандарын, қасында жүрген жаңағы ағайын тумыстардың бәрін студент кезінде білеміз. Оларға да жақсылық тілейміз. Енді біздің осы отырған Салтанат, Сәмидин, ар жағында Камиля, Малия, Күләш, Бикен деген біздің қатар жолдастарымыз, бірге оқығанбыз олардың күйеулерімен. Қазір олар өмірде жоқ болғанмен, жақсылықты тіле, сіз айтыңыз деп маған тұр. Енді біздің де арамызда сізге алып келген сыйлығымыз бар, жақсылығымыз бар, соны Күләш сен айтасың ба? Қосыламын депті. Ал енді мен алдындағылар және кейін айтатындарға да қосыламын. Ал енді Ораз жаңағы жеткен тауларың биік болсын. Енді айтып жатыр ғой, елдің бәрі біледі еңбегіңді. Біздің тілейтініміз осы өзіміз білген Ораз бол, адам бол. Сол атты әр қарай жақсылап атқарып жеткіз деген тілек қана бізде. Ал енді мына Мәрия
Ораз айналайын, туған күнің құтты болсын, мына мерейтойың құтты болсын. Біздің семьямыздың атынан жеке әкелген подаркым, как от семьи творческих работников. Бір сенің есіңе түссін балалық шағың, оның үстіне Түлкібастың табиғаты, малы, жайы ойыңа түссін деп, мына бір сүгіретті саған есте жүрсін деп алып келдім. Называется «Сельский пейзаж». Балалық шағың Арыстың жағындағы, сосын Түлкібастың несі, дәл соның көрінісі емес, но сондай деп есінде болсын. Сосын тағы айтайын деген, жаңа немерең шықты, Ержан деген. Ержан да? Тұрар. Сол Тұрар балаға үлкен келешек. Өзің математик болсам, енді сіздің семьядан ерекше бір творческий әнші шықсын, халыққа белгілі. Өзің сияқты халыққа белгілі бала болсын. Ал жақсы. Енді Алтынай Жорабаеваны шақырғым келеді. Алтынай көңілдірек бір әндерден айтсаң, ел ортаға шығып билейтіндей. Жақсылап. Ал енді ағамыздың қыздарының сұрау бойынша әкем әнімәні сіз қабылыңыздар әкем әнімәні. Сыйлаймын сазды бұл әнді.
мінекей қатар иықтас үзеңгілес келе жатқан еліміздің белгілі, білікті, білімді ғалымдары бүгін дастарханымыздың төрінде отыр. Көбесар Нәрбаев ағамыз жұбайыменен бүгін осы тойдың сән салтанатына бөлісіп, қуанышқа тілектес болып келіп отыр. Оразаев Файзулла ағамыз жұбайыменен, экономика ғалымдарының докторлары Обошев Елемес ағамыз, Фатима апаймен бірге, Жансаитов Шәкәрім ағамыз, Манар апаймен бірге, Нұрила Ералиева, Ален Толтаев, Қадырбек, Дүйсенбаев, Какым Шайхмедович, менің ағам, қол соғып қойсаңыздар артық болмайды деп ойлаймын. Искаков Ұзан, экономика институтынан бір бөлімде қызмет істеген Рима Искандеровна, Жалелева Рая, экономика ғылымдарының докторы, оқушысы Шымкенттен келген экономикалық колледждің директоры Садықов Арыпхан мырза, мүмкін болатын болса жұбайыңызбен ортаға. Есімдер аталған ағалар ортаға келсеңіздер, сөз кезегі өздеріңізді қабыл алыңыздар. Той құтты болсын. Әлгі шақыру қағазыңа 70 деп бадырайтып жазып қоймасаң, бүгін сенің 70-ке келген ешкім сенбей отыр. Онан айтқан қыз келіншектердің бірі айтып отыр. Шетінен 50-ге келген тойма, 60-ға келген тойма деген сияқты. Бұл 70-ге сен шаршамай, шалдықпай, желіп келдің, шауып келдің. 70-ге келген жігіттердің қатарын толтырдың. Сол жігіттігінің таймасын. Екінші айтарым, енді мынау ғылымға білімге сіңген еңбегің ерекше ғой, қоғамдағы орның ерекше. Оны елдің бәрі айтып жатыр, мен соған толық қосыламын. Бірақ ерекше бір бөліп айтатын менің сөзім бар. Ол мынау экономика дейтін үлкен ғылымға келіп қосылған бір үлек бар, бір топ бар. Ол математиктер тобы. Жаңа соның басы мынау Арыстан бар, Сайлау бар, Серік бар, біраз жігіттер айтып кетті. Бұл жігіттердің экономика ғылымының дамуына, экономиканың өсуіне қосқан үлесі өте үлкен. Өйткені жалпы экономика ғылымы мынау тарихи ғылым, кейде идеологияға, кейде саясатқа беріліп кететін жағдайы бар. А мына математик экономистер, бұлар мына қоғамдағы құбылысты өзі қалай болса сол түрінде, объективті түрде соны реттеп, зерттеп, өз ұсыныстарын ешқандай саясатқа байланыстырмай айтатын азаматтар. Бұлардың үлесі. Міне сол топтың үлкен бір несі үлесі мына біздің Орекем. Бұлардың еңбегін ерекше сыйлау керек. Енді анау математика, царица наук дейтін бар ғой. Сол шынында да мына экономика үлкен үлесін тидірген ғылым, а мына ғалымдар экономика ғылымына үлкен үлес қосқан ғалымдар. Сондықтан Ореке осы үлкен еңбегін ескере отырып, бізде енді тура бір жыл болды республикамызда құрылған республиканың ғалымдар одағы бар. Өте бұлай айтулы одақ, айтулы қоғам, қоғами одақ. Осы еңбегін ескере отырып, сол Төрелханның атынан, Төрелханның шешімімен өзіңе осы қоғамның алтын медалін ұсынып отыр. Сондықтан осы Төрелханның атынан, ғалымдар одағының атынан мына алтын медалін тапсыруға рұқсат етті. Табысқа табыс, үлкен денсаулық тілейміз. Бұл мен жаңылыспасам, Ореке бар ма, не одақтың не 4-ші, не 5-ші медалі. Сол саған тейіп отыр. Екінші мынау енді мынау бала құрдасым алып келген шапан еді, өзі кигізем деп еді, кигізбей отыр ғой мына. Мына неғылмай-ақ, иә. Иә, оны егілма, иә. Соны жауап ал. Ал енді той қыласын. Ну, растақ сан. Той қыласын. Мына еліңе, халқыңа, ғылымға, білімге сіңірген еңбегінің қызығын көр Ореке. Өсіріп отырған ол қыздарының, мына немерелерінің қызығын көр. Ұзақ, бақытты, ғұмыр сүрсін тілектеспіз.
құрметті қауым, біз мына бір топ жігіттер енді экономика ғылымында бірге істестік десек, институт экономикада бірге істестік, 37 жылдан артып бара жатыр, дос болып жүргеніміз, бірақ былай да айтуға болады, дастархандық дос деп те өтіп болады. Мына жерде мен осы институт экономикада істеген, басқа институттарда істеген бір топ жігіттер, мынау Елемес Оқушев, мен өзім Жансейітов Шәкәрім, Ален, бір жолдастарымыздың атынан біз қысқаша бір сөзбен көп біз айтпаймыз. Бірақ жаңада өзіңнің мына студенттік жолдастарың айтып еді, шахматты жақсы көресің, біз өзіміз де көргенбіз, сен мына экономика ғылыми математика кітаптарын көп оқитының, бірақ ана жолдастарың айтып кетті, әдебиет жағын сен ол кезде оқымайды екенсің деп. Сосын саған сыйлық іздегенімізде мына жігіттерді айтты. Ай, ол анау шахмат кітабын оқиды, бірақ мына біреу орысша болса экономика кітаптарын оқиды, басқасын ештеңесін оқымайды деп. Сонымен біз ойладық, әдебиет жағын жақсы көрсін. Ендігі әрі 70-ке келіп, енді бұл жағынан да енді толтыр мынау насихаттық өзіңнің біліміңді. Бір талай мынадай бірнеше кітап міне жігіттер беріп жатыр. Мастера мировой живописи. Енді кітап жазамын. Самые 500 шедевров, самые красивые места мира деп. Сонымен бірге мынадай 70 жылдыққа ішінен сосын ерке екеуің оқып шығарсыңдар. Вот специальный типографский набор. Ауыр болмайды. Кітап деген ауыр. Анау неге салып бер, қайда қапшы. Сосын ал мынаны ерке екеуің ана кітапты оқып отырып, мына жердегі итальянский хрустальға толтырып, анда-санда бізді еске алып отырасыздар деп. Көп рахмет, басқасын оны оңаша айтуға болады. Ораз, біз шынында да қызметте істеген менің шалым қайтыс болған. Солардың ішіндегі көрші, дос, жанашыр бірімізге біріміз. Мынау тойға шақырғанына көп рахмет. Мен саған енді ескерткіш ретінде сол Зәкеңнің қандай сұлу, қандай керемет, қандай адам екенін жазған туралы өлеңін өзіңе жазды әкелдім. Мынау Зада Қарғажанов деген лауреат госпремия институтында заводтел болып істеді. Көп мынау жігіттердің бәрі соның қолында қорғағандар. Сонда Нұрила апай деймін, Шәкәрім жеңге дейді, ол неде орысша оқыған ғой. Нұрила апай, рахмет сізге, келгеніңізге. Құрметті Ореке, айналайын мен сенің қойыңның құттай отырып, қойыңның бір айтатыным 70 жасқа келетін адамдар аз емес, бірақ олардың көбі әртүрлі жағдаймен келеді. Сені жеке алатын болсақ, бұл 70 жылдың тойына үлкен табыспен, үлкен беделмен келіп отырсың. Ол сенің өзінің маңдай терің, еңбекқорлығың, сенің еңбегің, айналайын осы еңбегің келешекте жаңағы. Екінші айтатыным, сен біраз жыл мынау Рысқұлов атындағы экономикалық университетте қызмет істедің, бұрынғы атақты наркоз институт. Сол институт коллективінің атынан саған сол коллективтің сәлемін жеткіземін. Олардың айтатыны рахметі, сені сіңірген еңбегіне айтатын жоғары бағаларын маған жеткізгенде болатын. Келешегің зор болсын, бақытты болғанды. Жақында қасында тұрған інім докторский қорғайын деп тұр, бірау сөз айтты. Құрметті зиялы қауым, Оразбек ағаның тойына оны сөшімге шетінен келіп отырмын мен. Ал енді
ғылым саласында ағамызға ештеңеміз айта алмаймыз, тек қана үлгі аламыз. Ал енді Шымкентте Ұлағат деген академияны басқарып, біраз жыл халыққа қызмет істеп, жаңағыдай жолдастар айтып жатыр. Ұлағат академиясы осы кезде халықтың арасында жекеменшік оқу орындары жөнінен онша жақсы пікір қалыптаспай жүр. Ал енді сол бірден бір жақсы қызмет істеген, жақсы мамандар дайындаған, білім сапасына, тәрбиесіне көңіл бөлген академия болды. Бірақ соңғы кезде ол вақытқа тірліктерге байланысты ағам өзі шешім қабылдап, өз қолыменен оқу орнын басқа оқу орнына қосып, абыроймен кетті. Соны айтып келіп отыр. Сондықтан да біздің облыста, өзінің туған жерінде оқу орнының басшы есебінде ағамыздың абыройы үлкен. Мен де сол жекеменшік колледждің басшысымын. Сондықтан да ағамның сол жақсы қырынан айтып келіп отыр. Елдің есінде бірнеше жүздеген мыңдаған мамандар дайындап, әр сала бойынша жақсы абыроймен қызмет істеді. Ағамның мерейтойыңыз құтты болсын. Бүгінгідей әдемі болып, мынау бала шағамыздың алдында, жеңгеміздің алдында осы жүзіңіз сұлу, тік жүре беріңіз аға. Біз сізден болайық, бақытты болыңыз, әулеттеріңізді жақсылық бола берсін. Ағайындар, мен гуманитарлық ғылымдар академиясының президенті ретінде сол коллективтің атынан адрес тапсырғалы тұрмын. Оның ішінде барлық біздің ықыласымыз жазылған. Сондықтан оны оқып жату уақыттарымыз алынайық. Мынау Ораз екеуміздің табысқанымыз, достасқанымыз, қазір енді пәлен деп айтпай-ақ қояйық. Әлгі жауынгерлер айтады екен, қанды көйлектер майданда табысқан, өмір бақи дос болады деп. Біз де бір майданда табысқанбыз. Ол майдан жекеменшік университеттерді жабамыз деп, мемлекеттік университеттер ғана болу керек деп, министрлік арпалыс жасағанда, екеуміз біраз жерге барып күресіп солармыз. Құдайға шүкір, сол күресіміз баянды болды. Оқу орындары жайлы істеп келді. Біз сол кезден бастап ынтымақтастық, тілеулестік, ниеттестік болды. Министрлікпен арпалысқанның бір жақсысы екеумізге дос тауып беріп кетті. Ал енді жұрттың барлық айтқан тілегіне қосыламын. Сондықтан көп сөйлемейік. Бірақ бір өтініш, бізден кейін сөйлейтін көп кісілер болса, солардың ішінен бір-екі ғана сөйлесе де жетеді ғой деймін. Өйткені уақыт санаулы болып жатыр. Қадірменді ағайын, мына Орекеңмен біз көптен бері дос болып келе жатырмыз. 60 жылдығында бір өлеңімді жазып ем, оны қайталамайын деп басқаша келтірдім. Ал енді әркімде кейбір адам айтты, өте күшті шахматист деп. Мен күшті шахматист біздің нархозда 2 адамды біледі. Ол міне қасында тұрған ағам нархоздың чемпионы болады. Әлгі партком, секретарь парткома, мен декан, екеуміз қарама-қарсы ойнаймыз, факультетіміз басқа ғой. Сонда ұлдып бара жатқандайда кәкім, сен кіммен ойнап отырсың дейді. Ойбай-ақ қойдым дейді. Сол сияқты Орекең менімен шахмат ойнаған кезде оны жеңейін деп жатыр. Жеңейін деп жатқанда Орекең алдымда кім тұр дейді ғой, ойнап тұр дегенде. Қойдым дейді. Айналайын сол білгеніне рахмет. Ал саған бүгін мына тап-таза сияқты кеткен жоқ. Бірақ кішкене қалжыңым бар, оған режіп қалмасын жеңгенім. Алдыбай Оразбек басма. Құттықтаймын 70-іңнен Оразбегім. Денсаулығым болмай тұр бүгін менің. Ұялғаннан тойына келіп тұрмын. Өйткені бар ғой менде достық сезім. Аранаған шын жүректен дәл өзіңе. Нансаң нан, нанбасаң қой, бұл сөзіме. Көргенде өзімді мен қуанамын, күлімсіреп қараймын нұр жүзіне. Алдымда ажал жатсын досым менің, қарсылсын сағынышпен өскен жерім. Біраз жылдар болмадың ортамызда, шырақтай келші бері Оразбегім. Ақ ниетті, жарқын жүрді,
еді өте қатты. Нархозда қызметте жүргенімде алшайым олардан сені талай қатты. Жеңдегі бұл жағдайды мен айтпадым. Достарға да сен туралы үн қатпадым. Ең ойында қыларқан шірінесте құпияны жүрегімде мен сақтадым. Қашанғы сақтай берем. Айтшы досым, істегенің дұрыс па сенің осы. Бір жарқымен құлдасасаң қайтер еді, басқаша айтылары менің досым. Сонда да қысқы өмірде табысайық, 80-де жету үшін тұрмысайық, 80-байлар дүниеге келу үшін бекештерге баруға жарысайық. Аспаның ашық болсын, орал бегін, ортамызда аман есен жүре берген, тойын тойға ұлассын, бақытты бол, өмірдің қызықтарын көр берген деп осы мына өлеңімді сосын жеңгеге әлгі кішкене сөзім тиіп қалса кешірсін, ішінде орамалы бар, осыны қалтаңа салып ал. Ал енді бағана әнімдерге сөз. Бүгін тойды жақсы басқарып келе жатсың жаным. Мына әр уақытта өркенің өсіресің бақытты бол. Мен сенің бағана бірінші әнді Көкшенің әнін айтқызғанына тәтті болып қойды. Көкшенің азаматың бар. Сондықтан әргі әкім Гүлмира қалқан менің ағамның әнін айтты, Қасмаман жолыпты. Сол Қасмаман жол ағамның әніне өзімнің жаққан сөзім бар. На достарым, туыстарым білсін, Көкшенің кім екенін менді әкелді. Дейсен байынша Ахметтің кәкімімен, ортаммен ел жұртымының шәкіртімін, басыма қиыншылық төнсе дағы, шындықтың әрқашанда жақынымын. Басыма қиыншылық төнсе дағы, шындықтың әрқашанда жақынымын. Сарыға сұлу көше өскен жерім, сол жерде туған еді талғай ерім. Әншірқап бұл дүниеден өткен еді, салғыржан күліп ойнаған керім. Әншірқап бұл дүниеден өткен еді, салғыржан күліп ойнаған керім. Солардың тырнағына жетсем екен, елімне қызметім дәулет екен. Біліммен өнерімді жас түлекен, өте зор шеберлікте екен. Біліммен өнерімді жас түлекен, өте зор шеберлікте екен. Туыстар айналайын қайран достар, сендірсіз жолыңмен болады тар. Бірлікте қысқы өмірді өткізейік, шалғасын көңіл күйді алдығырмен қар. Бірлікте қысқы өмірді өткізейік, шалғасын көңіл күйді алдығырмен қар. Дүние түлді деген ата бабам, жетпейді мұратына олны қуған. Арнайы елімізге жеткен күшті байрағы желбіресін жаңа туған. Арнайы елімізге жеткен күшті байрағы желбіресін жаңа туған. Деп рахмет. Рахмет, қойдым. Сондықтан қазір мен сахнаға Сейфуллин Жолбарыс деген бауырымыз шақырам. Яғни біз бәріміз ортаға шығып, жақсылап көңілденіп билейтін боламыз. Қалған сөзді үзілістен кейін айтатын боламыз. Сейфуллин Жолбарыс
Оразбек ағамыздың тойы құтты болсын, жасына жас қосылсын, барлығымыз жанұямызда осындай той болсын, бала шағаларыңыз, немелеріңіз аман болсын, осындай тойда кездесейік. Оразбек ағамыздың тойында билемегенде қашан билейсіздер? Той қыласыз ағайын! Сезім іздедім жаралғаннан
Kesin. Assalamu alaikum, assalam, hey ara gözlerim. Assalamu alaikum, assalam, hey ara gözlerim. Şu gün devletken daim, sen büyük aslerim. Şu gün devletken daim, sen büyük aslerim. Assalamu alaikum, assalam, canlara gözlerim. Assalamu alaikum, assalam, canlara gözlerim. Silmişti gülhamden büyüdüm, sen bana gözlerim. Silmişti gülhamden büyüdüm, sen bana gözlerim. Vayda bey, sizlerge büyümem. Hayatta vayda bey, sizlerge suyumem. Hayatta sizler var, hoşalıyım betim var. Vayda bey, şanlıyım betim var. Assalamu alaikum, assalam, külleyli oynayli. Assalamu alaikum, assalam, külleyli oynayli. Hoşalıkta ara gözlerim, bismillah şüleyli. Hoşalıkta ara gözlerim, bismillah şüleyli. Vayda bey, sizlerge büyüğüm ben. Hayatta vayda bey, sizlerge suyum ben. Hayatta sizler var, hoşalıyım betim var. Vayda bey, şanlıyım betim var. Hey dostum hey doyla, hey şanlı uldoyla. Gel dostum gel bile, şu yüreğim gel bile. Ağayın, bunda şıkşa durdum dağayın. Engelim enge şıkla salayın. Kılmırdım aşırsan da sarayın. Kılmırdım enge bayın.
gel olsun gel bile yüreğim yer bile. Ey dostum ey doyla, ey şahı bu doyda, gel olsun gel bile yüreğim yer bile. Gel olsun gel bile yüreğim yer bile. Gel olsun gel bile yüreğim yer bile. Ramazan hoşanlıkta erdim yaşlaydı. Arzularga ümitler gelmeni başlaydı. Dilbay canı yanay ben koyar yay canı. Burgay bilen bilmeye canı vafatay mani. Şirinsen boylar hayır bunu yapay canı. Başım eşki duyan bay canı yay canı. Durgacakta yakışımda faydaşakta alem. Kaçırmendim şaraplarga kaygı bellengen. Birlerge bakırım sen açtın emana. Dünyanın şadikini dileymen sana. Mecnun buldum yarışımda büyük yandım ben. Leyli okşaş ben gülmeni seserdim sen. Güzel sen sevdim seni aşırı güzel. Birlerge armağan bu kaldım yarım sen. Dilbay canı. Not just as we were.